оқытушылары мен студенттері. Еліміздің арайлы таңының шымылдығын тек белсенді жастар ғана аша алады. Әділетті Қазақстанның жаңа даму кезеңі тікелей жастардың қолында. Добрый день, дорогие гости, уважаемые преподаватели и студенты Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итог ежегодного конкурса «Таланты первокурсников», открыть новые дарования, увидеть грандиозное шоу, зарядиться энергией молодых, тех, кто будет строить справедливый Казахстан, в чьих руках его светлое будущее. Да, Исуло, наш конкурс талантов проходил в рамках 70-летия Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. 2 дня студенты-первокурсники покоряли вас своими талантами, искрометным юмором и исполнительским искусством. Они были наполнены яркими и запоминающими впечатлениями, радостью и восторженными эмоциями. Итак, давайте поприветствуем на этой большой сцене сильных, смелых, несомненно талантливых первокурсников. Это студенты Высшего колледжа Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. Высшая школа бизнеса и права. Высшая школа IT и естественных наук. Сегодня мы станем свидетелями фееричного шоу под названием «Таланты первокурсников». Итак, Айсулу, давайте вместе окунемся в мир творчества и талантов Аманжолов Университет. When we run down the screen, right wrist to left wrist, the screen. She said, what's going on? Why am I wet? Yeah, let's read it. When we run down the screen, right wrist to left wrist, the screen. She said, what's going on? Why am I wet? Yeah, let's read it. Thank you.
тебе скажете на милость, сестрица и братцы, что вначале появилась музыка или танц. Ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты. Вначале появилась ты.
Қазақтың әндері не деген ғажайып иә? Отырып, тамсанып тыңдадық қой, солай ғой? Иә. Ал ендеше біз жайдарманымызды бастайық. Ассалаумағалейкум, Гугу! Достар, бізде жаңа формат. Біз ойынымызды команда мүшелерін таныстырудан бастаймыз. Бұл Роман. Мен Роман емес, мен Рамазан. Павловский. Ол күшті билейді. Кәнеке көрсетіп жүр, өнерді. Бұл Низамеддин. Оның бар ғой, бірақтан өтпейтін приколдарға күле беретін әдеті бар. Өтір айтпашы, менде ондай әдет жоқ. Мен деген бар ғой, лицо университетті крашпын ғой кәдімгі дейді. Мен бар ғой, әдемілік соншама менде түрек адамдарына бар. Менде сіз түрек мұқтар биылдар. Деп қойсын көрші. Келесі командамыздың ең сұлуы, ең әдемісі. Аружан, көріп тұрғандарыңыздай командамыздың ең нормальный мен. Сонда мен туралы айтасың ба? Сені қоя тұршы, одан да бар ғой, мына керемет стендерді айтайын. Мына стенді ректордың өзі қойған. Ой. Мына жерде бүйтіп Тимур ағай тұрып алған. Қолында кисточка бояп жатыр. Шын бояп жатыр. Ал мына жерде жаңа білесіңдер кім? Сенке, Катя Пешен. Аяғымен красный ұстап тұр. Ал мына жерде Мадлен футболсын шешіп тастаған. Ішіне красный шап. Вперед! Вперед! Мына жерде ортада Бақдәулет бой сорайып тұрып алған. Батылы бояп! Бояп! Ойшын шықпесі бар жақтайды. Бізге бар ғой, бір жарып басайтын әзіл керек. Бар ма біреулерде? Жоқ. Прям жап бастайды дейді. Прям жапсын. Прям бам-бам дейді. Е, сондай. Кім звондады? Сахна сыртында старшылар ғой. Неме дейді? Ойынды тезірек бастаңдар деп жатыр. Ал енді достар, елестетейік, тиктокқа жатып алған бала. Пока. Екі мың бестердің тойы тамашалайық. Ал енді жалпы мақыр сыйлыққа не сұрайсың? Айта ғой, ұялма, айта ғой. Одноразка! Фифимода болған жағдай. Вдох. Выдох. Вдох. Я. Қазір.
Қадірлі достар, бұл тек біздің ғана фантазиямыз, саяхатшы Даша біздің нұсқамызда. Сәлем достар! Біз Финиттің жұмыртқасы жоғалтып алдық. Оны табуға маған сіздердің көмектеріңіз керек. Ана жерді барып қарайық. Ой, ана жерде жоқ. Ана жерді барып қарайық. Ой, мына жерде де жоқ. Достар, көмекке ППК-ның баласын шақырайық. Что там? Біз Финиттің жұмыртқасын жоғалтып алдық. Оны табуға бізге сенің көмегің керек. Қайдағы жұмыртқа құтыртпашы. Достар, ППК-ның баласы көмектесе алмай қалды. Достар, бұл алаяқ Фифи ғой. Оны бірге қуып жіберейік. Алаяқ Фифи ұрлама. Алаяқ Фифи ұрлама. Алаяқ Фифи ұрлама. Қаба тигені экономдардың билерін тағы да ұрлай алмай кеттім ау. Кезінде ескі тойларда да осылай қызық жағдайлар болыпты ғой, иә? Тамашалаймыз. Сағындым мен
Сейчас как ребят, забытый страх, как все старикатика, на свете на все гигант. На сцене очередная сборная ФИФИМО! Так, ребят, кто у нас сегодня в соперниках? Экономы, Так, экономы. ППК, Ага. Финит, колледж. И все? Да, все. Ты у нас, получается, соперников нет? Да не, брат, у нас шуток нет. Так, а кто у нас на галку пропустил? Алмаз Акиджан. Это кто? Ну, Алмаз Акиджан. Он что, кандидат в президенты, что ли? Почему кандидат? Чего же здесь никто не знает? Ай-яй-яй-яй-яй. И что с тобой? Да тут что-то стучит. Так сердце что? А, да? Да. У вас тоже так? А я думала, только у меня. Ребята, нам надо собраться. А где Софи? Ты где был? Ребята, вы почему не сказали, что 6-й корпус нашего университета в Монголии находится? Прикинь, у меня там физра была. В Чапане. С лука стреляли. Кстати, у меня на ваш концерт физрук должен был прийти. Че он, здесь нет? Эй, Калжанахай, салам алейкум, че там? Так, ребят, мы пошутили про жюри, про соперников, дали интересные факты. А что еще осталось? Ну, миниатюры. Тогда поехали! Итак, миниатюра первая. Рэпер Хиро после выхода трека особо крутая у себя дома. Так, Хироба, иди сюда. Рот ее занят по времени. Это что такое? И такое бывает в ректорате. О, ассаламу алейкум, Талигам Мухтар Адбекович. Как у вас дела? Пойдет, ты, Марлен с пострижкой? Представьте, обычный урок в Монголии. Так, дети сели. Так, идем по списку. Курчубаев в доске. Калжанагай, я лук дома забыл. Может, еще коня дома забыл? Садись, 2. Так, Чингисханов в доске. Так, приступай. Ай, молодец, садись, пей. Так, сели. Сколько я говорил? Звонок для учителя. Так, есть важное объявление. На следующей неделе все летим, кроме Курчубаева, в Казахстан на таланты первокурсников. Итак, сразу говорю, из лука не стреляем. Если попадете в кого-то, не кушаем. Без меня. С вами была очередная сборная ФИФИМО. Спасибо. Великие мудрецы давно заметили. Каждый лентяй труслив и безволен. Безвольный же человек всегда труслив и хвастлив. Хвастливый, кроме трусости, еще и глуп, а глупый всегда невежествен и бесчестен. Из бесчестных выходят жадные, неуживчивые, бездарные существа, никому не нужные на свете. Остерегайся
душа моя, равнодушия и беспечности. Там, где не властвует ни веры, ни народа, ни истины, ни чести, ни разума. Всего того, ради чего существует мир. По молчаливому согласию равнодушных совершается все зло на земле. Сегодня именно наглость – второе счастье. Люди, не умеющие приспосабливаться под новый мир, неизменно станут жертвами сурового механизма под названием «жизнь». Сила людей в единстве. Только вместе можно преодолеть препятствия. Только вместе можно добиться повышения духовной культуры, развития таких качеств, как любовь, благородство, отзывчивость, доброта, взаимопонимание, сострадание и искренность. Способность сплотить людей во имя защиты общечеловеческих ценностей. Именно это является нашей мечтой и общей целью. Отан бір, мемлекет бір, халық та бір, мақсат бір, арман да бір, даңқ та бір. Қазақстан 100 ұлттың жанұясы, жаһанға отырыңғы болып қазір. Татулықтың нұры жүр тарапқанға, ортақ бізге ай мен күн көк аспанда. Бейбіт күн бесігінде тербелеміз, бұдан асқан бақ бар ма, ғажап бар ма? 30 жыл егеменді ел болғалы, бостандық босағасы мән көрінеді. Жылында жастар өсіп келе жатыр, сол жастар қай кезде де ел қорғаны. Жемқорлық, жершілдікті жек көреді. Отанын сатқандарға кектенетін, әділет шахбатты да абай айтқан. Ерте тұрып, кеш жатып, ескереді. Жаңа Қазақстан жастары біз боламыз. Жаңалықтың нұрымен нұрланамыз. Отан бір, еліміз бір, жеріміз бір. Келешекке халықпен бір барамыз.
I've learned to lose, you can't afford to. Torn my shirt to stop you bleeding. When nothing else stops you living. Don't you know?
Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. In my recovery, I'm a soldier at war. I have broken down walls. I defined, I designed my recovery. In the sound of the sea, in the oceans of me, I defined, I designed my recovery. I'm a soldier at war. I have broken down walls. I defined, I designed my recovery. In the sound of the sea, in the oceans of me, I defined, I designed my recovery. Keeps on writing. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. To be honest, it's too risky, first behind. Now maybe I'm proving, so maybe I'm blind. I'm only human, after all. I'm only human, after all. Don't let your blame on me. Don't let your blame on me. See, we're living in the middle, like we see. I've seen you bigger, like we see. It has to be me. Yes, I'm only human, after all. You're only human, after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. That's my opinion, my life. Forgiveness, making you cry. Making you cry. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got to eat it from love. Some people got to run. Some people think it's over. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
weten dat ik binnen ben. Dat ik motion van die straat die binnen breng. Deze shit is deze shit is deze shit is deze shit is Сегодня первокурсники подарили нам великолепный гала-концерт. Это настоящее созвездие талантов во вселенной творчества. Их энергия заряжает нас. Біздің бірінші курстенттеріміз әртүрлі жанрда тамаша өнер көрсетіп, сахна төрінде тер төкті. Әсіресе тамаша мереке сыйлауда қолдау көрсеткен аға буын студенттеріміз, оқытушылар, кураторлар, достар мен ата-аналарымызда орны ерекше. Сіздерге айтар алғысымыз шексіз. А теперь настало время для подведения итогов фестиваля и вручения дипломов победителям в номинациях. Биылғы конкурсты қорытындылауға және жеңімпаздарды марапаттауға сахна төріне университетіміздің ректоры, профессор Төлеген Мұхтар Әділбекұлын шақырамыз. Шында бір керемет осындай тамаша кешінің куәсі болдық. Біздің студенттеріміз жаңа независим айтып отыр. Ректор мен независим ғана емес, бүкіл біздің студенттеріміз сондай әдемі, ақылды, өнерлі, талантты. Қарап отырсаңыздар, қаншама биыл бізге 3000-нан аса студенттер түсті бірінші курсқа. Олар шетінен өнерлі, ақылды. Енді бір айтайын деген, осында отырған қонақтары бар, сіздер бар, ел бар қарап отырған. Сонда біздің студенттеріміз тек қана осындай бір өнерлі ғана емес, сонымен қатар Қазақстандағы білім сапасы бойынша бірінші орында келе жатыр. Сау болыңыздар. Қазір сол Қазақстанда 120 жоғары оқу орны болатын болса, білімнен де, ғылымнан да, спорттан да Аманжол университеті бірінші орын. Я вот хотел бы одного незаметина даже рекламировать, только красавчик. Кандидат мастер спорта по греко-римской борьбе и чемпион Казахстана. И
Нам очень приятно, что у нас учатся такие студенты. Великолепные студенты. Аманжолов университет — это не только океан знаний, но и центр искусства, творчества, качества, спорта и всех-всех вот талантов. Каждый раз я, когда выхожу на эту сцену, поздравлять, но видите, не всем хватает первого места. Бұл деген дода, бұл деген жарыс. Бірінші орын болады, екінші орын бас жүлде болады. Сол үшін мынау ректор тапсырған кезде бір жағынан жақсы марапат берген, а бір жағынан екінші қалғанда топтар болды. Бірақ енді мен ойлаймын, әділдік жеңу керек, өзі біздің достығымыз жеңу керек. Ең алдымен бірлігіміз, ауызбіршілігіміз. Я хочу сказать, что должно победить единство, дружба нашего университета. Они показали сегодня, что такое мир. В целом философия заключается, они показали жизнь, динамику, развитие, цивилизацию показали, искусство. Давайте поаплодируем нашим студентам. Уважаемый Мухтар Нагибетович, благодаря вашей поддержке мы сегодня стали свидетелями грандиозного концерта таланта. Выступление участников конкурса оценивало жюри, профессионалы и замечательные люди. Позвольте пригласить их на эту сцену, чтобы поприветствовать и вручить им благодарственные письма. Жайдарманшы, область чемпионы, сценарист Қалжан Турсынов. Местный КВНщик, чемпион открытой узконогорской лиги КВН Алмаз Сакичанов. Вокалист республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты Алпыз Жекенов. Хореограф ансамбля народного танца «Алтай» Екатерина Семпе. Биші, хореограф, облыстық және республикалық хип-хоп чемпионаттарының жеңімпазы Ринат Акулев. И, конечно же, хочется отметить, что у нас есть председатель жюри, член Союза журналистов Казахстана, проректор по воспитательной и социальной разборке Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. Даулет Дюсебаев, ваши бурные аплодисменты. Просим вас сделать общую фотографию. Уважаемый жюри, уважаемый жюри, просим вас сесть на свои места. Большое вам спасибо. Бүгін біз бірінші курсенттердің тамаша өнерлерінің куәгері болдық. Біздің байқау жұлдыздар шеруі. Дәстүр бойынша біз үздіктердің үздіктерін таңдаймыз. Ендеше бүгінгі кешіміздің жеңімпаздарын марапаттаймыз. Мухтар Нагибетович, с вашего позволения мы хотим начать церемонию награждения. И давайте начнем с первого награждения номинация. Грамота. Университетіміздің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған отанымыз бір, мемлекетіміз бір, халқымыз бір атты бірінші курс таланттары 2022 фестиваль байқауында ұлттық би номинациясының жеңімпазы пряники биімен гуманитарлық ғылымдар және жоғары мектебі марапатталды.
Сонымен, заманауи би номинацияның жеңімпазы гуманитарлық ғылымдар жоғарғы мектебі марапатталады. Ең үздік театрлық қойылым номинациясының жеңімпазы Алжир қойылымы мен педагогия жоғары мектебі Ең үздік вокалды аспаптық ансамбль Ауманы жоғары колледж марапатталады. Ең үздік акапельді орындау номинациясының жеңімпазы Балқадишаны мен жоғары колледж марапатталады. Вокалды дуэт номинациясы жеңімпазы бойы болған IT және жаратылыстану ғылымдар жоғары мектебі марапатталады. Ең үздік музыкалық номер номинациясының жеңімпазы Альтабек Сәлем бизнес және құқық жоғары мектебі марапатталады. Фестиваль байқауында ең үздік КВН. Очередная сборная Тюзина. Ваше поздравление. Ең үздік Жайдарман номинациясының жеңімпазы Темал Жайдарман тобы марапатталады. Ең үздік бағдарлама номинациясының жеңімпазы бизнес және құқық жоғары мектебі марапатталады. Көркемдік оқу номинациясының жеңімпазы Человеку нужен всего пару простых вещей өлеңмен жоғары колледж студенті Алена Нуриловна марапатталады. Эстрадалық би номинациясының жеңімпазы педагогика жоғары мектебі марапатталады. Спорттық би номинациясының жеңімпазы бизнес және құқық жоғары мектебі марапатталады. Сюжеттік би номинациясы педагогика жоғары мектебі марапатталады. Оригиналды жанр номинациясының жеңімпазы театр теней IT және жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебі марапатталады. Үздік режиссерлық шешім жеңімпазы гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі марапатталады. Мистер Талант номинациясының жеңімпазы Жұмағұлов Бекараз марапатталады. Сертификатпен бірге. Ең үздік жүргізуші номинациясының жеңімпазы Айымханова Аружан марапатталады. Мисс Талант номинациясының жеңімпазы Жақсыбай Арсен марапатталады. Ең үздік жүргізуші номинациясының жеңімпазы Қадабеков Ильяс марапатталады. Үшінші орынды ректор мырза сіз айтсаңыз. Осында үшінші орын жүлдесі жаман емес. Педагогика жоғарғы мектебі. Екінші орын экономия